Бәріңе сәлем, Борат туралы бәрің естіп жатқан боларсыңдар. Боратты көп адамдар тоқтатқысы келгені туралы да білесіңдер. Петицияға 100-нан астам қол жиналған болатын. Бірақ дегенмен де фильмді тоқтата алмады. Себебі Борат фильмін түсіріп жатқан Amazon компаниясына Қазақстаннан көп табыс келмейді. Сол себепті олар Қазақстанды тыңдамайды. Бұл фильмді көбісі жамандап жатқанмен де арасында Борат фильмі Қазақстанға тегін жарнама жасап жатыр. Қара пиардың өзі пиар деп санайтын адамдар да бар. Бұл фильмді бәрібір тоқтата алмадық. Борат 2-ні бүкіл әлем бойынша адамдар көріп жатыр. Қазақстан туралы білмейтін шетелдіктер Қазақстанды шынымен де осындай деп ойлап қалуы мүмкін. Сол себепті осы сәтті пайдаланып, Борат фильмінің Қазақстанға жасап жатқан қара пиар ақ пиарға айландырайық. Бұл менің өз идеям емес, TikTok-тан бір жерден көріп қалдым. Және мен де осы ойды таратайын деп шештім. Қазақстанның әдемі қалаларын, әдемі жерлерін, табиғатын көрсетіп, Where Borat Lives деген хэштег қою керек. Егер осындай хэштег көп болса, әлеуметтік желілерде фильмді көрген адамдардың кейбіреуі Борат шынымен осындай елде өмір сүре ме деп іздей бастаған кезде біздің хэштег шығып тұратын болады.